Soның біріншісін қараңыздар. Қыз бала бірінші дүниеге келді ме, сол қыз баланың туылған құрметі үшін Алла Тағала бір періштені жаратады да, сол ата анасына истиғфар айтып отырады. Бұл ұлға берген емес, ұл бала туылса ондай періште берілмейді. Қыз баланы жаратқан үшін Алла Тағала. Бұл бірінші құрметі, бірінші жақсылығы. Екінші жақсылығын қарасаңыз, сол қыз балаңызды қашан сіз еркелетіп, әр қыз балаңыз күлдірген сайын, қашан бір балағат жасқа толғанға дейін қыз бала сізді еркелетіп күлген сайын, сол ата анаға дозақтан, жаһаннамнан бір перде тұтыла береді. Арасында перде тұтыла береді. Әр қызыңызды қалай күлдіресіз? Кәмпит беріп күлдірсеңіз де, еркелетіп күлдірсеңіз де, ұл балаңызды қанша күлдірсеңіз онда перде жоқ. Қыз баланың құрметі үшін осы нәрсені бір перде тұтыла береді дозақтан. Бұл екінші жақсылығы. Қыз балаға берген жақсылығы. Қыз балаға берген үшінші жақсылығы сол ортада, сол қоғамда. Атыңыз кім?